Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді фисташка малина тортын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Алдыңғы видеода осы торттың бисквитін қалай жасағанымды көрсеткен болатынмын. Жоғарыда сілтемесін қалдырып кетемін, міндетті түрде кіріп қараңыздар. Ең алдымен торттың ортасына қосатын малина салмасын дайындап аламыз. Оған қажетті заттар: малина, қант, су және жүгері крахмалы. Табаға су құйып, үстіне малинаны саламыз. Одан соң қантты және жүгері крахмалын қосып, қою болғанша араластырамыз. Осылай қою болған кезде отты сөндіріп, ыдысқа салып, толықтай суытамыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін сүзбелі ірімшіктің үстіне қант ұнтағын қосып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Одан соң үстіне 33%-ық кілегейді қосамыз, және ол міндетті түрде салқын болуы қажет. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап біртіндеп көтере отырып, қою болғанша миксерлейміз. Дайын болған кремді және малина салмасын кондитерлік қапшыққа салып дайындап аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Ең алдымен кремді осылай айналдыра жағып шығып, оның бетін тегістеп шығамыз. Одан соң шетіне кремді айналдыра жағып шығып, ал ортасына малина қосылған салманы жағамыз. Келесі коржды орналастырып, оған малина қоспай, тек кремді жағып тегістеп шығамыз. Үшінші коржды үстіне қойып, одан соң дәл бірінші коржға жасаған сияқты крем, одан соң малина салмасын қосамыз. Соңғы коржды қойып, қалған креммен торттың бетін, жан-жағын толықтай қаптап тегістеп шығамыз. Тегістеп болған соң, корждан қалған бөлікті блендерден өткізіп, немесе қолмен ұнтақтап, бетіне сеуіп әсемдейміз. Торттың бетін әртүрлі жеміс-жидектермен қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен малина жемісімен сәндедім. Тоңазытқышқа 6-7 сағатқа немесе бір түнге қалдырып қоямыз. Біздің фисташка малина тортымыз дайын. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсетемін. Дәмі өте керемет, осындай биік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.